Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдығына орай патриоттар форумы өтті. Облыс белсенділері жиналған жиын Назарбаев зияткерлік мектеп оқушылары ұйымдастырған флешмоб билеумен басталды. Кейін айтулы мерекемен солтүстік қазақстандықтарды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап, мемлекеттік рәміздердің маңыздылығына тоқталып өтті. Тәуелсіздік алған жылдары Қазақстан өз мемлекеттік рәміздерін де қабылдады. Осы айтулы мерекемен КСРО құрметті спорт шебері, Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері, талай кәсіпқой спорт шеберлерін тәрбиелеген Жамбыл Тасименовті өз құттықтауын жеткізді. Белсенділер арасында үздік педагог 2016 республикалық байқауының жеңімпазы Алтынай Жаныбекова да бар. Мектеп оқушыларына мемлекеттік рәміздерге деген құрмет көрсету біздің басты міндетіміз дейді ұстаз. Рәміздерге деген құрмет болашаққа бет түзеген жасампаз еліміздің ұлттық рухани жаңғыру жолындағы отан сүйгіштік сезімнің бастау көзі болмақ. Салтанатты жиын барысында қалалық өнер ұжымдары көрермендерге концерттік бағдарлама ұсынды. Алима Рахматолла, Данияр Темірғалиев, Первый Северный телеарнасы.